Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін өте дәмді шығатын әрі ең тез дайын болатын бризолдың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге бір дана пияз қажет болады. Осылай ұсақтап тура болатын боламыз. Немесе блендерден өткізіп алсақ та болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді ұсақтап алған пиязымызды тартылған етіміздің үстіне салып, өзімізге ұнаған кез келген дәмдеуіштердің түрін саламыз. Және қара бұрыш, тұздың барлығын салып, жақсылап барлығын бір араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді видеодағыдай етіп, өзімізге ыңғайлы етіп 5-6 бөлікке бөліп аламыз табамыздың көлеміне қарай. Енді бөлек ыдысқа бір дана жұмыртқа салып, дайындап алған етімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Татымына қарай тұзда салсақ болады. Жұмыртқа салғаннан кейін осылай бір араластырып алып, қызып тұрған табаға видеодағыдай етіп салып жайғастырып шығамыз. Мен қатты май құйған жоқпын, щетканың көмегімен ғана жақтым. Егер майлы болғаны қаласаңыз, 1-2 ас қасық май құйсаңыздар болады. Осылай бетін тегістеп, орташа отта 3-4 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте тез дайын болады. Беті құрғап қоңырқай түске енген кезде дайын деген сөз. Екінші бетін аударып, екінші бетінде пісіріп алатын боламыз осылай. Менде барлығы пісіп шықты. Мен арасына қаймақ және бір сарымсақты үккіштен өткізіп араластырып жағатын болам. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша майонез, кетчуп жақсаңыздар да болады. Немесе қияр және қызанақ салып, орап қойсаңыздар да өте дәмді шығатын болады. Мен жай ғана осылай орап, үстінен кетчуп себетін боламын. Осылай орап алдық. Үстінен кетчуп сеуіп, сәндік үшін әрі дәм беру үшін өзіңізге ұнаған әртүрлі көкшеттер сепсеңіздер болады. Жанына мен гарнирге картошка фри салдым. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша күріш пісіріп қойсаңыздар да болады. Және жанына қызылшадан жасалған салат салдым. Қаласаңыздар рецептісі каналымда бар, кіріп қарап шықсаңыздар болады. Тез дайын болатын салаттардың бірі. Осымен біздің бризоліміз дайын. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.